Al selametsizdер, қадірменді халқым. Армысыздар бүгін мынау 2025 12 айдың 4-і 5 болған уақыт екен, 5-ші естілер. Біз өзіміз әзір бір техника, мәдениет, мал бағу техникасын бір үгіттек және де осы техникаларды бір алмассақ деген идеямен өздеріңізге өшіріп отырмын. Бірақ мына зотында шығарылған мал сатылмайды, тек екі бұзау бұқасы бар екен, сол сатылады ағайын. Ал енді болса мына көріп отырғандарыңыз ананың бұқаның түскен бұзаулар екен. Мына қазір сиырға қосуға болады дейді, бірақ әлі жасқа тошпаған бұқа екеуі тоқал, біреуі бұйра, біреуі күрең. Бұл екеуі сатылады, алатын жігіттер болса мынаны алып қалсаңдар болады. Ал енді бұның әкесі болса мынау дейді. Мына осы екі бұқа қосқанда түскен малдар екен. Ал енді сіздер айтасыздар, ойбай біз жақта мал арзан, сиыр арзан. Мына бұқа дегенді жақсысын талдап, аталық жақсы болса, малыңыздың сапасы жақсы болады бірінші. Сапа бірінші қан, сорт деген алдымен мына аталықтан келеді. Бұл ғылымда да айтылып кеткен ғой. Мынаны 280 мың екен мынаның бағасы. 280 мың дейді, сатылмайды екен 280 мың. Ал ендеше, ал мынаның өзі міне 100 неше мың дейді мынаны. Мынаның кіші екен мынадан. Ал енді қадірменді ағайындар, өздеріңіз көріңіздер. Осы мал да қымбаты бар, арзаны бар ағайындар. Кейбіреу көз соқырлықпен бе, мал танымай ма атеу білмеймін. Ойбай деп кетеді екен. Алдымен малды көріп, біз осылардың балалары осындай секілді таза өшірдің нағыз енді өзіміздің халқымызға енді сиырымыз бақпаймыз, бағамыз осы. Малсыз қазақ болмайды ғой. Сол үшін біз мал бақтық десек те, біз бақпаптық ағайын. Ал енді мен сіздер көрсетейін, жүріңіздер. Енді мынау мен қай күндері бір қаридарыма бергем, өте қандық бұзау ғой енді ол енді. Көктен құнажын шығар. Міне мыналар буаз екен. Міне мен осындай талдап беріп жатырым. Бірақ мына жерде мынаның құны біраз жоғары. Бұны ала алмаймыз. Бұларына фермадағылар көп сатпайды бұны. Бұлар өзі сол малдыққа алып отыр. Міне мыналарда міне көріңіздер. Біз өтірік айтсақ, міне мыналарда кеп қылдап алған. Мысалы өзінің сиырының бұзауы алып қалғанда мал жасау үшін. Бұл мал жасау үшін де сіздің малыңыз сапалы болу керек. Қан тазалығы өте күшті болса, ертең күні сіз 40-50 мыңға бермейсіз. Мынаның ішінде 100 қанша мың сиыр бар дейді. Ол қайсы екенін ұқпаймын әйтеуір. Міне, өнім ғой. Бұл сиырлар кейін сүт бере ма деген жігіттер, мына сиырлар сатылмайды, сұрадық, сатпайды екен. Міне, көрдің ме, мына буаз екен міне. Желінде туат дейді, мына желінді көріңіздер міне. Жануардың желіні тура, әлі мына туатын кезде шығады ғой желі. Ал мына сиырды көріңіздер. Мынаның желінің көріңіздер міне. Осылардан түсіп жатқан бұзаулар өте қан сапасы жоғары. Мейлі ұрғашы болсын, еркек болсын, бір бұзау түссе баяғыда 15 мың бар деген сөз, төмен болғанда. Міне мынаның бәрі мен әдетте базардан алып жүрген малдар. Мынадан да кереметтерін аламын мен расында. Мен мынандай фауатайым, мынадан да кереметін аламын мен. Міне мына құнажындар не деген әдем, міне. Біз осындайдан алып,